бір күні күйеуі үйіне жаңа любовницасын ертіп келеді. Менің себебім жалпы 6 айдан бері қатынасқа түспеу осы деп жаңағы любовницасын көрсетеді ғой. 2 бөлмелі үйде тұрамыз дейді, балаларының бөлмесі, өзінің бөлмесі. Сосын бұл қызға келіп айтады, үйді босат дейді ғой. Үйді босат, біз тоқалымыз екеуміз осы үйде тұрамыз деп та. Сосын жаңағы әйел негізі өзі андай жуас қыздар болады ғой. Бәрін жұлып жейтін қасқырлар болады. Сосын жаңағыдай өте бір андай салмақты, сабырлы қыздар болады. Ол сондай қыз болды. Сосын кетейін десем жұмыс істемейді екен. Кетейін десем жұмыс істемеймін деді. Енді күйеуіне қатты сеніп қалғандар болады, осы мені асырайды деген сияқты. Баратын үйі жоқ. Ана 2 баланы асырай алмаймын деді. Кейін шығып кетейін десем, қалтамда қаражатым болған жоқ. Разводқа берген. Развод пока рассмотрениеде, ана квартира бөлінем дегенше. Получается, күйеуі бір үйде жаңағы тоқалымен неше түрлі дауыстарды шығарып түнде жаңағы әйелді қатты травмировать етеді ғой. Ол кезде маған приемға келген кезінде жаңағындай мен мүмкін тағы да бір басқа процедура жасап көремін дейді. Мен айтам, поздно ғой уже, жүрегің жараланып, уже бүйтіп қақ айырылып жатқан кезде не істейсің ол процедураны? Ол жаңағы лучше дүниеңді бөлісіп, балаңды өзің алып кететін нәрсе ғой негізінде. 20 жылдық привыканиясы ма, қимайды ма, мен білмеймін ол нәрсені ше. Кейбір әйелдер кешіреді ғой. Мен осы историяны шығарған кезде комментарияда бір 80% өтірік деп жазған жерде ше. Сонда сізге приемға баруға ақша алып екен да, ода квартираға баруға ақша жоқ екен да деп ше. Енді мен айтамын да комментарияда, менің приемым бір квартираның ақшасы тұрмайды ғой. Енді просто келіп тіпті өздеріне киім алмаса да сол жағын тарылтамыз деп жүрген әйелдер өте көп сияқты. 100% бар ондай, оны да бөлек айтуға болады негізі.